Сауат ашу 4-ші тоқсан 28-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөз деп аталады. Бұл сабақта сен мағынасы қарама-қарсы, мағынасы жуық және көп мағыналы сөздерді ажыратасың. Мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжайсың. Балалар, бүгінгі сабақта біз сөз мағынасы жайлы алған білімімізді тиянақтаймыз. Бірінші жаттығудағы мәтінді оқиық. Ағлақ қой сүтінен жасалатын дәмді тағам. Сүтті қайнатып, ірітіп, ақ ірімшік етіп алады да, ыстық қалпында оған май салып араластырады. Ағлақты қарттар мен сәбилерге береді. Қарамен берілген сөздерге мағынасы қарама-қарсы сөзді тап. Мәтінді басшылыққа алып, ағлақ тағамның рецебін жасап көр. Қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір. Екінші жаттығу. Көркем жаз. Ағлақ қой сүтінен жасалатын дәмді тағам. Үшінші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Бізге балалар құрт деген өлең берілген. Өлеңді жатқа жазайық. Қатты құртты жейміз, дәмі қышқыл дейміз. Салма артық күшіңді, сындырасың тісіңді. Төртінші жаттығу. Суреттегі көкөністердің атын ата. Суреттегі көкөністерді түрі мен дәмі жағынан салыстырып көр. Үлгі. Пияз ащы, ал қызылша тәтті. Қияр бұдыр, ал қызанақ. Бесінші жаттығу. Сөйлемдерді өз үйшіктеріне кіргіз. Балалар, біз сөйлем үшке бөлінеді дедік. Хабарлы, сұраулы және лепті сөйлем. Осы сөйлемдердің қайсы түріне жататынын табайық. Бірінші сөйлем. Қандай тапсырыс бересіз? Нанды неден пісіреді? Астарыңыз дәмді болсын. Мен бәліш жасай аламын. Нұрлан сарыағаш суы туралы мәтін құрады. Сенің жасаған салатың қандай дәмді? Жарайсыңдар балалар. Дәптеріміздің 28-ші сабағындағы 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші жаттығуларды дұрыс орындайық. Шығармашылық тапсырманы орындауды ұмытпайық. Сізге сәт.